Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге балалардың ең сүйікті асы сосиска в тесте жасаймыз. Алдымен қамырын елеп дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, азғана тұз, азғана шекер, құрғақ дрожж және де бір жұмыртқамызды салып, вилкамен жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Үстіне сұйық май қосамыз, тағы да араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 30-40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырымызды кішкентай бөліктерге бөлеміз және де сол бөлінген қамырдың бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Келесі кезекте қамырымызды орташа қалыңдықта жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ. Жайылған қамырымызды осы видеода көрсетілгендей пышақтың көмегімен жандарын кесіп шығамыз. Ортасына шұжығымызды салып, қамырымызды өріп шығамыз. Барлығын жасап болғаннан соң печкіміздің формасына міндетті түрде пергамент қағазын төсеп, барлығын саламыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған печкіде 200 градуста шамамен 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай бізде пісіп дайын болды. Өте жұмсақ және де дәмді болып шықты. Рецепт ұнаған болса, пайдалы болған болса сақтап алыңыздар. Ас болсын.